Қазіргі заманғы Олимпиада ойындары 2000 жылдан астам уақыт бұрын ежелгі Грекияда өткен дәстүрлі спорт жарыстарының жалғасы. Сондықтан ежелгі Грекия Олимпиада ойындарының отаны деп саналады. Олимпиада ұраны 3 латын сөзінен құралып, тезірек, биігірек, күштірек деген мәнде жұмсалады. Олимпиада ойындарының ажырамас символы Олимпиада оты. Қазірге дейін қасиетті Кронос тауының етегінде, Альфей өзенінен алыстау жерде, Гера шіркеуінің жанында қазіргі Олимпиада ойындарының оты ойын басталғанға дейін бірнеше ай бұрын жағылады. Бұл рәсімді 11 әйел адам жүргізіп, таң ата Олимп отын жағады. Олимпиада оты эстафета арқылы атлеттен атлетке жетіп, бірнеше айда ойын басталатын жерге келіп жетеді. Отты өшіру ойынның аяқталғанын білдіреді. Ежелгі Грекияда от қасиетті деп саналған. Прометейдің құдайлардан ұрлап алып, халыққа сыйға берген оты Грекияның қасиетті жерлерінде үнемі жанып тұрады. Олимпиада ойындарының ресми эмблемасы бір-біріне шырмала бекітілген 5 сақина, 5 құрлықтың халқы дегенді білдіреді. Сақинаның көк түсі Еуропаны, қара түс Африканы, қызыл түс Американы, сары түс Азияны, жасыл түс Австралияны бейнелейді. Бұл символды қазіргі Олимпиада ойындарының негізін салушы француз ақсүйегі барон Пьер де Кубертен енгізді.